Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Астанада 100 мың зейнеткерге көмек көрсетілді. Елордада әлеуметтік осал топқа жататын 185 мың аса тұрғынға көмек көрсетілді. Бұл туралы Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Айгүл Таласова Астана қаласының коммуналдық қызметі ақпаратты алдына айтты, деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Астанада 100 мыңнан астам зейнеткер тұрады. Оларға түрлі санатта көмек көрсетіледі. Зейнеткерлерге денсаулығына байланысты түрлі жеңілдіктер жасалып, көмек көрсетіледі. Қарттар үйінде 2,5 АЕК есебінде көмек беріледі. Жыл сайын қазан айының қарттарға көмек көрсетуге апталығы мен айлық көмек шаралары өткізіліп отырады. Оларға еріктерде тұрақты көмектесіп байланыста болады. Жалғыз тұратын зейнеткерлер де бар. Оларда тұрғын үй коммуналдық төлемдерін төлеп береміз, деді Айгүл Таласова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайкыңызды бізден аянбаңыздар.